Маған кемтар әже керегі жоқ деп жоламайды. Қарттар үйіне қашан келдіңіз? Қанша уақыттан бері? 6 жылдай болды. Енді өмір солай болып қалды енді. Театрда басты рөлдерді ойнадым. Анда отырма, мұнда отыр, мұнда отырма, анда отыр. Холодильникке жолама, телевизорге жолама. Өмірде не нәрсеге өкінесіз? Өкінішіңіз бар ма? Ешқашан ойлаймын, осындай жерге түсем, өмірім осы жерден өлмейді деп ойламам. Кішкене бір жағдайлар басқаша жүргізуге болады. Нет, ақыл жетпейді ме, білмеймін жетпейді. Көңіл күйім бұзылып жылап, 2-3 күн жыладым. Әлеуметтік желіде әкесін көкала қойдай сабап, жоқлап жатқан видеоны сіз көрген шығарсыз. Дәл осы кадр қазақстандықтардың жүрегін елжіреткен болатын. Бүгін біз Алматы қаласындағы қарттар үйіндеміз. Мұнда 300-ге жуық қария паналап жатыр. Тағдырдың тепершін көрген қариялардың тағдыры әртүрлі. Бірін баласы қажетсіз қылып тастап кетсе, екіншісі мүлде бала көтере алмай, ешкімге қажетсіз болып, дәл осы үйді паналап жатыр. Апа, енді қазір қарттар үйіндесіз ғой. Өмірде осы жақта болам деп ойламаған шығарсыз, е? Ешқашан ойламын, осындай жерге түсем, өмірім осы жерден өлмейді деп ойламаппын. Үш ұйықтасам түсіме кірмейді. Енді Алланың ісі шығар, кім біледі. 8 жылға кетіп барады. Содан бір осында тұрмын, ішкенің алдында, ішпегенің артында, өзің би, өзің қожа. 6 жыл болды. Енді өмір солай болып қалды енді. Мысалы, мен өзім мана аварияға түскен ғой, шопырдың жанында отырғам. Сол кезде машинеден ұшып кеттік қой, машинеден. Көктемнің ортасы ғой. Әлі суық далада. Скорый помощь келгенше аяқ кеткенде үсіп. Амал жоқ. Жоғалтып алдық аяқты. Атын кім құлным? Гүлнара. О, Гүлнара. Баяғыда бір кім Рашид Бейбутов, по-моему, пел это. Гүлнара, слышишь звуки нежные тары, и поет твой милый любя, для тебя деген өлең бар болатын. Такое имя красивое у вас. Театр актрисасымен әнші деп атаған жоқ мені. Әшейін кішкентай даусым бар ғой, просто как-то регулировать ете алам ба, мүмкін. Сонда енді. Сіз тұрмыста болдыңыз ба? Балаларыңыз бар ма? Мен 19 жасында тұрмыста болдым. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Күйеуім кішкене жайсыз болды, мынандай болды. Содан бір күні мені ұра береді, көрінгеннен қызғанады. Сөйтіп ұра берген соң бір күн жылап үйге барып едім, шешем айтты, енді бармайсың, бол үйде бол деп. Содан мен айттым, ойбай доғдырға апарам деген, доғдырға барайын. Доғдырға апарса, уже 1 ай жарым болған, 2 қабат екен. Соңғы мен айттым, онда мен үйге келсем, үй атпай сіздерге пазар болады. Сонда қайта барайын деп едім, әкем марқұм, ондай қол көтеретін итке мен сені қорлатпаймын деп жібермей қойды. Содан 9 айдан кейін ұлды болдық. Содан ата-енем келіп жылады. Біз сенің қадіріңді білмеп, біз күлғайша айналайын, ұлымызды алып жүрші үйге, өзіміздің үйімізге. Қыз жатқа жаралған деген. Сенің үйің, менің үйім деді атам. Енем де атам да. Соңғы мен баланы алып кетейін деп едім, шешем мен әкем жібермей қойды. Менің қызым алтынға бергісіз. Мен қызымды 2 қолы сау, 2 аяғы сауға айырбастамаймын. Менің қызым мен үшін алтын. Мен жібермеймін деп жібермей қойды әке шешем. Содан бұлар 3 күн қатарынан келді, 3 күнде жібермей қойды. Содан 1 айдан кейін атам қайтыс болды. Енем мынандай болған, атам ондай болмаған, енем мынандайды жақсы көретін. Күйеуім де сондай жақсы көреді. Соңғы келді бір күні күйеуім. Үйге мен сені алып келдім, мен бармайым дедім. Сен мынандайсың, мен бармайым. Шешең де сондай, сен де сондайсың. Біздің үйде ондай ешкім жоқ дедім. Біздің үйде ешкім ондай мені қолданбайды.
Мен бармаймын дедім. Содан кейін бармаймын дедім. Ендеше баламды алып кетемін деді де, қолындағы баланы жұлып алды. Содан әкем кіріп келді, сен кімсің баланы алып кетесің? Ұрғанды білесің, қызға күн көрсетпегенді білесің де шешең екеуің ішіп алып оңбағандар. Тентек су ішкен кісі де қайбір үміт, қайбір не өмір бермеймін қызымды деп, ана қамшыменен бытсын шығарып қуып шықты күйеуімді. Баламыз әкем алып қалды. Сол бала қазір 54-ке келді ма, 58-ге келді ма. Қазір ана неде сентябрьде тұрады. Сол менімен бірақ араласпайды. Мен сенің балаң емеспін дейді маған. Шешем мен әкем баққан ғой. Содан қазір араласпайды, келмейді. Туған күнінде келіп кетеді, анда-санда. 70-ге толғанда келген жоқ, 70-ге толғанда келген қыз екеуі. Жалғыз немерем бар, қыз. Копия менен. Менің 18 жасымнан аумайды ғой. Шіркін айлайым да. Ол қыз маған кемтар әже керек жоқ деп жоламайды. Мен айттым, мен Құдайдан сұрап алғам жоқ. Ол Алланың ісі. Бүгін болмаса ертең сен басыңа не етіп атын қайдан білесің? Дедім де өкпелеп қалдым, содан бері араласпаймын. Қатты ренжіп қалдым сол сөзге. Кемтар әже керек жоқ деген сөзге. Соны бір кезде не көңіл күйім бұзылып жылап, 2-3 күн жыладым сол сөзге. Содан кейін мына жерде қыздар, жігіттер, ой, ол жас қыз ғой, аузына келгенді айта береді. Жыламаңыз, бәрі жақсы, сізде бәрі мынандай деп мені көтеріп, кішкене қолдап сөйтті. Содан бері жыламаймын да, ойламаймын да, мені қол-аяғым сап-сау деп мақтанам. Өлең айтам, сап-саумын, елдермен бірдеймін деп мақтанам. Құдайға шүкір, тұрып аттым. Шымкент театрында жүргенде түскен суретім. Жасыңыз нешеде еді ол кезде? Ой, соны ұмытып қалдым мен. Жасым нешеде екенін. Әйтеуір жігіттер жүгір. 88-десіз, тәуба. Аллаға ризамын. Шымкентте жақсы атақ болды, жақсы жүрдім, жақсы тәрбиелі. Жаңағыдай театрда басты рөлдерді ойнадым. Мыңда бір рахмет соған режиссерлар. Енді ол кездегі режиссерлар да қазір жоқ уже. Өзіңізді мықты актриса болдым деп есептейсіз бе? Мен іштей өзім ойлаймын енді. Қалай бағалайсыз өзіңізді? Өйткені халық сондай енді анау-мынау адамға бас ие бермейді ғой. Жаңағыдай мені кішкентай балаларға шейін жақсы көргеніне қарағанда, ойлаймын мен халықтың сондай бір сүйіспеншілігіне, Илтипатына бөленді. да. Сол риза боламын. Бұл жақта қалай келдіңіз? Қанша уақыттан бері осы жерді тұрып жатырсыз? Мен енді біз жақсы тұрып жатыр едік осы жерде. Шымкенттен осы жаққа ауысып Алматыға келгенбіз, иә. Шалым бар болады ол кезде. Қайтыс болды. Сонда жақсы тұрдық, бірақ кішкене дискомфорт болып кетті. Бір шалым ауырғаннан кейін квартираны ұстаймыз деп, сол бір жігітті алып келді неден. Квартиранттарды жинайтын жерден. Сосын сол жігіт кішкене нелеу болып шықты. Мына бізге ерекше жамандық ойлап, сол үйді сатқан ба, біздің бір жағында біз тұрып жатырмыз, бір жағында үйіміздің сол жігітті жібердік та, шалым ауырғаннан кейін. Квартираны ұстаймыз деп. Сөйтсек ол жігіт жаңағыдай настоящий адвокат екен да, шын адвокат екен. Сөйтіп ол үйімізді сатыпты. Оны да білмейміз. Енді юридически неподкованный. Сондай бір, соныменен, в общем, аяғы жаман бітті. Ол үйді сатқаннан кейін жаңағыдай
тағы басқа өзі бір ойындарға араласып жүрген бе, түнде ойнайтын. Сөйтіп Құмар ол- ойын, Иә, құмар ойынға. Соныменен ол жігіт гостиницаға шығып кетті бір өзі. Оны да білген жоқпыз біз. Ну, есік жабық тұрады енді, квартирант, квартирант. Сөйтсе гостиницада тұрған екен, гостиницадан біреулер келіп, өзінің белбеуіне өзін асып кеткен. Жаңағы жігітті, иә. Жаңағы адвокаттың. Ол енді не болды, қалай болды, ол жағын білмедік біз. Білетін даже кімнен сұрасаң, ешкім де білмейді ғой оны. Завуалированный ондай нені ешкім айта қоймайды. Неге оны сөйтті, неге ол асылып өлді, тағы да білмейміз. Сондай болды енді. Ол сіздің үйіңізді өзіне алып алған ғой сонда. Иә. Үйден де не болдық, мақұрым болдық. Ол екі арада шалым да қайтыс болды. Сонымен, в общем, сондай бір быт-шыт болып кетті. Содан осында келдіңіз. Иә, сөйтіп жүргенде театрдың адамдары енді маған жаны ашып сол жерден далада қалғандай болдым да. Үйдің бір жағында тұрып жатырмыз ғой сонда да. Сонымен театр, осы Ғабит Мүсіреп театрының балалары, солар ішінде жаңағы Гүлжамал Қазақбаева деген актриса бар, тағы да бір актриса, атын ұмытып отырмын, қазір көп болды араласпағанымызға. Солар жаңағыдай осы жерді тауыпты, каким-то образом. Осы жерді тауып, соны айтуға ұялып тұр өздері. Апа, осындай жер бар екен, барасыз ба, біз біртүрлі көріп тұрмыз, ренжисіз ба, деп. Ойбай, неге бармайын, барам, мен білмеймін ғой енді бұл жерде не болып жатыр, не қойып жатыр. Сонымен осы жерге келдім. Келіп едім, енді мен сол әлі күнге дейін батамды берем соларға. Осы үйді тапқанына, осы үйге әкелгеніне мені, осы үй мені керемет қып қабылдағанына мыңда бір рахмет. Қазір енді бабушка номер один деп қояды мені. Сізге сондай ат қойған ба? Иә. Бата беріңіз деп, сол бата беретін жаңағыдай маған айтады балалар, бата беріңіз деп. Осы жерден Меккеге барып келдім мен. Мәссаған. Иә, осы жерден жаңағыдай жақсылықтың бәрін осы жерден көріп жатырмын мен. Үйде болсам не болар едім деп кейде ойланам. Маған сондай бір өздерінің жақын бір керемет сондай жақсы көретін адамдарына қарағандай қарайды да маған бәрі. Сол сработниктерді жаңағы, сосын бізді обслуживать ететін жаңағыдай осы жерде қыздар көбісі, жастар, солар барлығы ерекше қарайды маған. Мыңда бір рахмет деймін. Мен ана кімдер ағаларым бар ғой. Олар ана этаждық үйде тұрады да, этаждық үйде. Мен мысалы өзім қойым мен. Олар қайда барасың ана мынау дегеннен кейін енді біреу қарау керек қой маған. Ол кезде мен протез ойламаймын. Осы жерге келіп протез қойып алдым ғой мен. Білесіз, а то ойланбайсың ғой, протез, әйтеуір аяқ жоқ, уже өзінен қайғырып жүрсің ғой іштен. Содан бізге келсеңші, ағам тұрады Талдықорғанда. Мен айттым, жоқ болмайды дедім. Өзім бала-шағасы бар. Қош дедім. Керек жоқ. Содан олар іздей бастады, біреулерден сұраған ғой. Осындай, Алматыда осындай үй бар дейді. Мен білмейміз дұрыс, осындай үй бар екен де білмейміз. Содан осы жерге Алматыға кеп, осы жерге бастықтарға кіріп сөйлесіп. Солар айтты, әкеліңдер дейді. Осылай ба? Мен өзім зергер болып істегенмін де 15 жыл, 20 жыл. 18 жылдан зергер болып істегенмін. Үйленбедіңіз ба? Балаларыңыз болмады ма? Ол жағынан қалай? Ажырасып кеткен ғой, ол жас кез бізде. Мен жаспын. Қыз балам бір. Ол енді талай уақыт өтіп кетті ғой араласпағанына. Бірақ осындай жағдай болғаннан кейін өзі звондап тұрады. СМС. Сізге не керек? Айтыңыз, әкеп берейін. Мынау қысылмаңыз деп баяғы. Жасы нешеде? Кім? Қызыңыздың жасы нешеде? Ол 78 жыл ғой. 79 жыл.
солай. Тұңғыш ұлымды ата-анам тәрбиелеп, солардың қолында өскен. Анау 20 жасқа дейін. Оны шешем марқұм, жаман айтпай жақсы жоқ, қара жер хабар емес. Шешем марқұм, мен кішкене жетектесем, иіскеп, құшақтасам, қатты қызғанатын. Сенің балаң ба, ол менің балам. Неге құшақтайсың, неге иіскейсің деп. Қорқатынбыз, шешемізден қорқып жоламайтынбыз. Сөйтіп өскен, содан салқын ба білмеймін. Қазір енді өзі балалы шағалы болды, бірақ маған аса беріліп көңіл бөлмейді. Келініңіз қандай еді? Келініңіз болды ғой, сізге қалай қарайтын еді? Келінім өте нашар қараған. Анда отырма, мұнда отыр, мұнда отырма, анда отыр. Холодильникке жолама, телевизорге жолама. Ана көзіме операция жасағанда бүлдіресің, көзің нашар көреді деп. Бір көзімді біз жауып қойған ғой, немен. Соңғы мен айттым, мен көріп тұрмын ғой, қалай бүлдіріп, телевизорды күнде көріп жүрген кісімін. Үйде де өзім қосатынмын, өзім өшіретінмін десем, жолама деп пультті алып кетеді келін. Соңғы кешке жақын келгенде ана балаға айтсам, екеуі төбелесіп қалады. Соңғы өкініп қалам, бекер айтқан екен, қап деп. Үйде болғыңыз келе ма? Үйде аңсайсыз ба? Үйді аңсағанда ол деген бірдеме бір тартып тұратын болу керек қой адамға. Тартып тұратын бір. Адам деген өзінен астан кестен, ой, ана жақта тұрам, мына жақта тұрам деген, адамда бір не, бір тартып тұратын бір адам болу керек, тартып тұратын бір шаңырақ болу керек та. Әке де кетті, шеше де кетті. Содан кейін қалай аңсаймын. Сосын жаңағы туған туысқандарымыздың бала шағалары бар еді. Солар енді анда сонда көргім келеді әрине. Бірақ олар кішкентай күнінде көрді ғой мені. Қазір өсіп кетті. Қазір онша қалай енді, онша аңсамайды емеспін, аңсаймын ғой. Бірақ олар көбісі біле қоймайды. Потому что ерте кішкентай күнінде қалды, әке-шешелер олардың да қайтыс болды. Менің де әке-шешем қайтыс болды. Сондықтан сол бір енді Аллаға ризамын бәрібір. Солардың барына, солар енді анда сонда хабарласып, жаңағыдай біліп тұрады. Келіп тұрады кейбір жаңағы балалар ересектері келіп жағдайымды біліп тұрады. Айтам оларға да, қам жемеңіздер, жағдайым жақсы, құлындарыммен өшірде тұрып жатырмын. Жақсы қарайды бізге деп. Өмірде не нәрсеге өкінесіз аға? Өкінішіңіз бар ма? Өмірге өкініш. Өкініш емес, анда-санда бір ойлайсың ғой енді. Кішкене бір жағдайлар басқаша жүргізуге берді. Болады, не етті сол кезде. Ақыл жетпеді ме, бірдеме жетпеді. Мен өмірді көргенмін, осы емші, 12 баласы бар әйелдердің мысалы. Қалай айтады, ана қаһарман дейді ме, мать героиня дейді ме. Сондай ісі болды. Вот солардың мысалы емші, бір-біреуіне жан бере салатын сондайлар да. Сондай көрген мен. Кейбіреуде болмайды, ондай жағдайлар болмайды. Бөтен болып өсетті бір-біреуіне. Сондай де болады. Бөтен бауыр болып өседі я бір-біріне? Болады, неше түрлі болады. Өмір деген ол, сен просто жай далаға шыққан ол уже өмір. Шыққан бақыт. Қазір сіз үшін аға бақыт деген не ол? Менің ең бақытты, мен аяққа тұрып алған. Қазір бақытсыз, аяғыңыз бақытсыз. Аяққа тұрғаннан кейін мына коляскамен жүргені, соң кейін бір күні ақырындап, мен бірінші күні келгеннен кейін мына жерде бір аттамадым да, ауырып, сонша ауыратын аяқты, тұра алмайсың. Соң бір уақытта ақырындап, бір жылдың ішінде анау неге бардық, бер қарай келіп, бильярд соң кейін ойнадым, жүріп бастадым да, соң кейін далаға шыққаны кейін, дедім ғой,
Иә, енді коляскамен жүру деген көп нәрсені көремей кетесің. Көп нәрсеге жете алмай жүресің. Аяғың болса жүресің. Жаңа туған бала сияқты. Иә. Күніне солай болады. Адам деген ол кейбір кезде ауа жетпей оған. Бір күні таза ауаны бір рет жұтса, бақытты болып жүреді. Мысалы, сол сияқты миг какой-то бір. Әрбір сәттен қазір ләззат аласыз. Иә, әрбір заттың. Енді 5 жылдың ішінде далаға шығып, ана остановкаға жеткен өзі бір бақыт. Содан кейін ана автобусқа отырып, бір жерге бару. Мысалы, мен темек шегем. Ана жерде базарда кішкене арзандау не темек сатады. Сол жерге барып темек алып келген өзі. Иә, кімге айтасың әкеп бер деп. Алып келеді мысалы қыздар, ана жерде кішкене арзандау сатады. Таңдап аласыз. Иә, өзін анау арзандау. Сол ғой баяғы. А то мысалы мына жерде қыздарға соцработниктерге ақша беріп айтсаң, олар алып келеді саған темек. Өзің барғаның жақсы ғой. Қазір әрбір сәттен ләззат алып жүрсіз, иә? Иә. Мына өмірде адам өмірді озып бара жатып да көп нәрсеге мән бермей жүреді де. Мен өзі түсіндім мен. Көп нәрсе мән бермейді. Көп нәрсеге. Просто өте береді де өмірден. Он жақтан не бар, сол жақтан не бар дегендей. Мән бермейді адам. Жұмысқа барады, бірдеме сөйлейді, какой-то проблема, ана мынау. Сондай бір заттар, вещи есть, да, которые байқап жүру керек та адамға. Көп нәрсе байқамайды адам. Жапырақтың түскені, көп нәрсе енді жоқ. Мысалы, сіз қазір мысалы тротуармен жүресіз, мысалы үйге бара жатсыз. Шешақты байқамай жүресіз ғой. Әйтеуір үйге бара жатырмын дегендей, әйтеуір. Үйге жетсек болды дегендей. Ол жағынан не болады? Гүлдер өсіп жүр, талдар тұр дегендей. Адам деген кішкене не болу керек та? Мысалы өмірде айтады, ой, мынау не болды саған, сен талды не қыласың ол, ана не қыласың, жүрсеңші деп баяғы. Мысалы, адам деген байқап жүру керек та. Ананы байқап жүрсе, сол кезде оның өмірі кішкене бір насыщенный болады да. Мен осындай керемет жерде жүрмін кейін деп. Өмір сүріп жатырмын, керемет жерде деп баяғы. Демалғанның өзінен ләззат алу керек. Иә. Мен ондайға мына аяқ жоғалтқаннан кейін кішкене түсіне бастадым. Аяқ жоғалтқаннан кейін ғана. Иә. 60 жасыңызда. Иә. А то былай мысалы 60 жасқа шейін. Қарттар үйінде болам деп бұрын ойлап едіңіз? Жоқ, мен осындай үйлер бар деп вообще білмедім, шын айтамын. Білмедім мен осындай бар деп үйлер. Шын? Олар маған осындай үй бар дейді, осындай Алматыдан бұл не ол? Қарттар үйі дейді да, инвалидтерді мүгедектер тұрады, ана мынау. Сол өзі көмілді. Басында бір жүрегіңіз кеткісі келмей, сондай болмады ма? Жоқ, мен абыржымай, көп ойланбай. Енді спокойно келдім, болды. Маған ұнады. Ой, қиын, жаман деп айтуға болмайды бізге. Болмайды. Ол деген дұрыс болмайды, ол шындық емес. Мен өзім. Адам деген өзін, мысалы, қай жағдаймен сен, қай қиыншылықпен сені осы жерге, мысалы, келіп отырсың. Оны ұмытқан адам, конечно, ол бірдемемен ойлап жүреді. Аспаннан түскендей, баяғы. Адам деген, қандай жағынан мен келдім? Қазір қандай жағдай? Қандай жағдайымыз? Оның бәрін таразға салып, кішкене бір мән беру керек болмайды. Ондайды мән бермеген оған қиын болады. Бірдеме жетпейді, анау, мынау дегенде. Ана, когда таразға лақтырып, ананы зерттесе, былай қарап, былай болды, мынау былай екен дегенде. Шүкіршілік, иә. Мен соны айтып отырмын, адамдар байқамай жүреді де көп нәрсені. Бәлкім осындай адамдар болады, енді неше түрлі адамдар бар. Мен де өзім түсіндіріп беремін, ана кейбіреулерді, сен ойласаңшы, қашан келдің сен? Қандай жағдаймен келдім деген ойланып қалады. Жан-жағында толған қарағай. Байқасаңыз, ана жерде 3 серий қарағай бар.
Мен айтамын, мынау мамасы, папасы, мынау мамасы, мынау қызы деп. Неге дейді, мен айтамын, үшеуін туыс қой. Мен ол анда-санда қамыққанда, көңілім бір құлазығанда, соларды барып сипалап, солардың қасында отырам, күшті көңіл күй алам солардан. Қандай шабыт береді сізге? Иә, өте әдемі. Менің немді, көңіл күйімді көтереді сол үшеуі. Оған қараған кезде есіңізге не түседі? Есіме оған қараған кезде жаңа Қотанқарағайда бала күнгі шақтарым есіме түседі. Қарағайдың түбіндегі нелер түседі ғой, шишкалар түседі ғой, соны осып періп қалтама салып жүрген есіме түседі. Сонда таудан етекке қарай жүгіргенім есіме түседі. Барады ауылым көшіп, қызыл жарға, таң ата шолпан туып, сызылғандай көзіңнің мөлдірін ай. Дәл осы мен отырған сәкіде ата-әжелер арманның жетегіне еріп, қиялына ерік береді. Бірі құстардың сайрағаны мен желдің лескенінен балалық шағын аңсаса, енді бірі алыс жолға қарап, мүмкін балам келіп осы жерден алып кетер деген арманның құшағына енеді.